Баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге нейрографиканың бірінші қағидасымен таныстырып өтемін. Бірінші қағида бұл бейнелер мағыналарды біріктіреді. Бейнелер мағыналарды біріктіреді. Бұл қағиданы қалай түсінуге болады? Нейрографика әдісімен жұмыс істегенде біз әдетте таза қағаз парағымен бастаймыз. Міндетті түрде біз тақырыппен кіреміз. Бүгін біздің тақырыбымыз қаржылық. Енді осы тақырыпқа байланысты, тақырыбымыз біздің қаржылық. Қаржылыққа байланысты біз нейрографика арқылы ойлау қабілет процесімізді жіберіп, тақырыбымызға байланысты ойлау қабілет процесімізді жіберіп, сана сезімізді оятып, және жан мен тән әңгіме дүкен құра отырып, өзімізді түсіну керекпіз да. Мен және қаржылық арамыздағы қандай қарым-қатынас, ол неліктен қажет? Себебі біздің қарым-қатынасымыз қаржылыққа деген байланысы, ол деген жеке басымыздан өткен тәжірибеге байланысты болуы мүмкін. Немесе жан ұядан қалыптасқан бір көзқарас болуы мүмкін. Немесе ол әлеуметтік әсері болуы мүмкін. Сол себептен біздің санамызда оң және теріс ойлар, сенімдер пайда болады. Осы мысалы мен айтсам, мен бай болғым келіп тұр, бірақ та түп санамда менің ойларым бар. Бай болу, мен ешқашан бай болмаймын дегенде, мен ешқашан бай болмаймын. Не в деньгах счастье дейді, бақыт деген ақшада емес деген. Немесе мен ойлаймын, мен бай болып кетсем, мен достарым мен тек ақша үшін дос болады, да? Ақша үшін дос болады деген түсініктер бізге қалыптасып қалады да. Біздің қаржылық деңгейіміз бір деңгейде тұрады. Сол себептен санамызда бізде фрустрация пайда болады. Фрустрация деген іштегі қарама-қайшылық. Мен бір жағынан бір бай болғым келеді дейді, бай кісі. Мына жерде кедейді. Бірақ та деген мен санамда қайшылықтар пайда болып болғандықтан мен деген бұрынғы мына программалармен өмір сүре берем. Енді осы программалардан мен қалай айырылу керекпін? Біз ол үшін ойларымызды, сана сезімімізді рефлексия жасаған барысында нейрографика арқылы біз оны абстрактылы түрінде қағазға түсірдік. Енді біздің жұмысымыз осы нейрографика барысында біз деген жаңа нейрондық байланыстар құрып отырып, біз деген іштегі кедергілерді гармония жасаймыз. Енді сіздің ойларыңыз қаржылыққа байланысты өзгеше болуы мүмкін. Сіздер салу барысында өзіңізді рефлексия жасап отырғанда, сіз өзіңіз байқайсыз. Сол себептен сіз шынайы сурет салғанда, сіз өзіңізді рефлексия жасап отыру керексіз. Менің эмоциям қандай? Менде қандай мүмкін басынан өткен тәжірибелері болды да? Қазіргі солар деген, мүмкін солар менің қаржылық деңгейімді кедергі жасап тұрған деген. Осылардың бәрін біз деген оң мен теріс ойларды қағазға абстракты түрінде салғанда, біз бір тұтас ой
және біртұтас қабылдау арқылы санамызға деген бір эффект жібереміз. Эффект дегенде қалай айтуға болады? Мысалы, жаңа оң мен теріс ойлар деген ішкі әлемде қақтығыстар болып жатса, енді біз нейрографика арқылы жаңа байланыстар құра отырып, біз деген бір тұтас сурет саламыз. Тұтас бір қабылдау болады. Егер де біздің қабылдауымыз оң мен теріс болып жатырса басында, енді біздің тұтас қабылдауымыз: мен бай болуға лайықтымын. Бірақ та осы байланыстарды біз сіңіп кету үшін бізге деген бір сурет аз ол. Біз деген мысалы мына сенімдер бойынша нешедесіз қазір видео қарап отырған көрермен? 25-тесіз ба, 30-дасыз ба, да? Нешеде болсаңыз, сіз осы сенімдерді арқалап келе жатырсыз. Енді сіздер жаңа сенімдерді енгізу үшін сіздер саналы түрде басқа бағытта ойыңызды реттеу керексіз. Сол реттеу барысында сіздің деген жаңағы ішіндегі